Жаз айында қауынды тек қана жеп қоймай, оны пайдаға асыр. Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен қауынның қабығының қандай пайдасы бар, сол туралы айтатын боламыз. Қауынның қабығынан компресс жасаңыз. Жаз айында иісі мұрынды жарып, сарала қауын пісті. Қауынды тек қана жеп қоймай, оны пайдаға асырайық. Өйткені қауынның денедегі майды табиғи жолмен ыдыратып, холестеринді, мал майларынан қалған қалдықты сыртқа қуатын қасиеті бар. Сондай-ақ асқазан, бауыр, бүйрек жұмыстарын жақсартуына себеп болады. Егер артық салмақтан арылғыңыз келсе, таңертең 1 стакан күрішті суға пісіріп жеңіз. Оған дәм кіргізу үшін соя соусын қосуға болады. Осыдан кейін шамалап қауын жейсіз. 1 апта осылай ете отырып, тәтті сусындар мен майлы астан бас тартсаңыз, жақсы нәтиже күтіп тұр. Ұрып, көгертіп алған, күйіп қалған жерге қауын қабығын жапсырсаңыз, тез жазылатын қасиеті бар. Ал мұрын қанаса, одан су ақса, қабығын қалыңдау етіп кесіп, танау ішіне тамызуға болады. Көз жиегіне сыздауық шықса, жұмсағын сәл қыздырып, көздің сол ауырған жағына ұстаса ем. Бас ауырса, 200 грамм қауын жұмсағын асықпай жеңіз. Аллергия асқынса, 1 стакан қауын шырынын жылы суға қосып, соған шомылыңыз. Оны 7 рет жасау керек. Аллергия қозған кезде 1 стакан қауын шырынын шомылатын жылы суға қосып, шомылсаңыз, аурудың қуаты қайта бастайды. Бұл емді 7 рет жасау керек екен. Айтпақшы, жазда салқын су ішкеннен немесе балмұздақ әсерінен жұтқыншақ безі сініп шыға келетіні бар. Мұндайда ауырған жердің сыртына қауын қабығының компресс істеуге болады. Қолқа демікпесі, бронхит кезінде де көмегі көп. Бірақ асқазанның 12 шек жарасы бар, шектер ауыратын, қант диабеті белгісі бар жандар қауынды жемеген абзал. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, өз ойларыңызды комментарийға жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.